Құрметті сирек кездесетін кітаптар музейінің оқырмандары. Орталық Азия көп ғасырлық тарихы бар өзіндік дәстүрі мен танымал тұлғаларға бай асыл кітап мәдениетімен ерекшеленеді. Ғасырлар бойы орта азиялық қолжазба және литография кітаптарында Әл-Фараби, Ибн Сина, Әл-Бируни, Ұлықбек, Жами, Рудаки, Яссауи және тағы да басқа әлемге әйгілі ғылымдар мен ақындардың шығармалары жинақталған. Бұл мұралардың сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жетуі кезінде Орталық Азияның мәдени орталықтарында кітап ісі шеберлерінің пайда болуымен байланысты. Мәдени орталықтарда каллиграф шеберлер, миниатюрист суретшілер, түптеуіштер жұмыс істеді. Шығармалар араб, парсы, шағатай, қыпшақ тілдерінде жазылып, орта азиялық қолжазба дәстүріне сай рәсімделген. Қолжазба кітаптар жасалу техникасының қиындығына байланысты және қағаз, сия сынды құралдардың қымбат болу есебінен де аз дана жасалатын және кітаптарға көп адамдардың қолы жете бермейтін еді. Деректерге сәйкес, кітап басу ісі біздің заманымыздың 900 жылы Қытайда, ал 16 ғасырда Еуропада пайда болды. Бастапқыда литография кітаптарды басып шығару үшін тас, тақта және басқа да ауыр заттар қолданылды. Мысалға, жазуды тас немесе ағаш тақтайшаларға ойып, қағаз немесе матаға басып көшірме жасайтын. Артынша шеберлер эстампаж, ксилография техникаларын қолдана бастады. Баспа ісінің қайта туы мен дамуы Еуропада қайта өрлеу дәуіріне сай келді. 1440 жылдары Ганс Генсфлеш пен Йоган Гутенберг ксилография техникасын дамытып, кітап басу ісін жоғары деңгейге шығарды. Гутенберг баспаханасынан алғаш болып металдан ойылып жасалған жылжымалы әріптер көмегімен басылған кітаптар шыға бастады. Баспаханалардың ашылуы қымбат қолжазбалармен салыстырғанда кітап бағасын қолжетімді етті. Мәдени байланыстардың арқасында бұл технологиялар әлемге таралып, әрбір елдің өзіндік кітап жасау мәдениеті пайда болды. Әлемде кітаптар саны артты. РМК ғылым ордасы сирек кездесетін кітаптар музейінің қолжазба ғасырлар мұрасы атты экспозициялық көрмесінде Қожа Ахмет Яссауидің Дивани Хикмет даналық кітабы шығармасының 18 ғасырлық қолжазба нұсқасы, Баба-Рахим Мәшрәп дивандары, Зарқұм қиссасы, атақты халиф Осман Құранының көшірмесі, Жүсіп Зылиха дастаны, Саади Ширазидің Гүлістаны, Мушкат пәтуалар жинағы, Әлішер Науаидің Хамса кітабы, литография, грамматика, фикх салалары бойынша жазылған қолжазбалар сақтаулы. Бұл кітаптар жайлы ақпарат музейдің әлеуметтік желілерінде бар. Келесі айдарымызда Орта Азияның қағаз жасау дәстүрімен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.